Әже, бізге ертегі оқып беріңізші. Жақсылап жайғасып алыңдар. Ерте-ерте-ертеде орман шетінде бір ешкі ана өмір сүріпті. Оның сүйкімді 7 лағы болыпты. Міне балаларым, осы жерден біздің ертегіміз басталады. Олар шағын ғана үйде тату-тәтті өмір сүріпті. Бір күні ешкі анасы лақтарына: «Лақтарым, мен барып орманға азық алып келемін. Сендер үйде тыныш отырыңдар. Қасқыр келсе, есікті ашып қоймаңдар, жарай ма? Үлкен лағым, сен есікті кілттеп ал», деп ешкі ана базарға азық алып келуге кетіпті. «Мен сені жеңемін». «Жоқ, сен мені жеңе алмайсың». «Бұл кім? Кім деймін есікті қағып тұрған?» Лақтар қорқып кетеді. «Бұл мен ғой, лақтарым, есікті ашыңдар. Сендерге базарлық алып келдім». «Сіздің даусыңыз анамыздың даусына ұқсамайды. Анамыз бөтендерге есік ашпаңдар деген». Қасқыр даусын өзгертіп, ешкі анаға ұқсап сөйлейді. «Бұл сендердің аналарың. Лақтарым, есікті ашыңдар. Сендерге базарлық алып келдім». Лақтар оған сеніп, есікті ашады. «Қабыма түсіңдер, лақтар. Тыныш отыр, тезірек болыңдар». Қасқыр лақтарды қабына салып алып кетеді. Бір лақ пештің ішіне тығылып қалып қояды. «Аналарың келмей тұрып тез кетіп қалайын. Бүгінгі күнім сәтті күн болды. Ал сендер лақтар тыныш отырыңдар, маңырамай». Орманымның жолында қойларым база серендімде некемең. «Қазір үйге барып қазанға саламын. Дәмді етіп пісіріп жеймін сендерді». Қасқыр жол бойы әндетіп, мәз болып апанына келеді. «Қазір есікті ашамыз. Тарарарарарам. Сендерді пісіреді, отын іздейік». «Үйде отын аз қалыпты. Мен орманға барып отын алып келемін. Лақтарым, сендер тыныш отырыңдар». Деп қасқыр орманға отын іздеп кетеді. «Ау! Кішкене, мызғып алайын. Отынды кейін теремін». Ешкі алаңсыз базардан себетін толтырып мәз болып үйіне келе жатады. «Базарға мен барамын, капусталар аламын. Лақтарымды тойдырып, мен мәз боп қаламын». Ля-ля-ля-ля. Есік неге ашық тұр екен? «Ойбүй, лақтарым-ай, лақтарым». Ойбу, лақтарым қайда? «Анашым, қасқыр алып кетті». Ешкі ана басы қатып, не істерін білмей, орманға қарай жүгіріпті. «Аюға барайын, бір көмектессе, сол көмектесер». «Аюжан-ау, Аюжан, маған көмегің керек. Қасқыр лақтарымды алып кетіпті». «Жүр, қасқырдың үйіне барайық. Әлі жеп үлгермеген болса, үлгереміз». Аю мен ешкі жүгіріп келе жатып, талдың түбінде ұйықтап жатқан қасқырды көреді. «Жеп қоймаған болар. Барып үйін қарайықшы, Аю». Қапта бірдеңе бар ау. Міне, қане, лақтар. «Лақтарым менің». Әбден ұйқысы қанған қасқыр орнынан тұрып, отынын теріп, апанына бет алады. «Ойбой, ұйықтап қаппын ғой. Қой, отынымды теріп, үйге барайын». Отты жағып, қазанға салып, тәтті етіп жасаймын. Дәмді лақтарымды кім алған? Қайда кетті лақтарым? Лақтарым, қайдасыңдар? Қасқыр ашуланып, айғайға басады. Ал ешкі ана лақтармен үйінде тамақ ішіп мәз болады. «Мына 40 қабатты жеп қойыңдар, балаларым». «Рахмет, анашым». «Жақсы, көбірек алыңдар». «Дәмді». Балаларым, міне, көрдіңдер ме? Ақылды болсаңдар, аналарыңды әрқашан тыңдап жүрсеңдер, барлығы жақсы болады. Ертегі ұнады ма? Иә, же, ұнады.